Саған бүгін ашық алаңда тікелей эфирде мына WhatsApp нөміріне жолданған сұрақтардың санында шегі жоқ. Білмеймін қанша мың екен. Өйткені өте бір өзекті тақырыпты қозғадық. Несие кредит мәселесін. Қазір 2001-де несие бар басында. Қазақстандықтардың банк алдында қарызы 7 триллион теңгеден асқан. Сұрақтарды қарап отырсақ 70%-ында былай дейді. Менің балам кезінде кредит алды, бірақ ол енді нашақыр болып кетті, жаман жолға түсті, не болмаса өмірден өтіп кетті. Оның алған несиесі үшін зейнетте отырған ата-анасы неге біз жауап беруіміз керек, неге біз төлеуіміз керек деген сұрақтар өте көп. Расымен мұрагерлікке өтуді доғару керек сияқты. Әркім өз үшін жауап беру қажет. Екіншіден, жеке тұлғаларды банкрот деп табу институтын енгізу мәселесі көтерілді, депутаттар келді. Біз енді 700 мың теңге кредит алып, соған ең соңғы шыққан iPhone телефон сатып алған адамның несиесін кешір деп отырған жоқпыз. Бірақ тұрақты жұмыс істеп жүрген адам күндердің күнінде Құдай сақтасын, жол көлік апатына ұшырап, мүгедек болып қалған жағдайда, не болмаса бір отбасы асыраушысынан айырылса, отбасында 2-3 баласы бірдей ақылы оқу орнына түсетін болса, кредит төлеуге жағдайы жоқ болатын болса, ондай адамдарды, жеке тұлғаларды банкрот деп табу институтын ақштағыдай бізде енгізу керекпіз деген мәселе көтерілді. Және мына аз қамтылған отбасылар бар. Кредитін төлей алмай, ипотека алған, үйінен айырылып жатқан. Ондай адамдарды баспанасынан айырмау керек. Және бізде пайыздар өте жоғары. Ол енді инфляция деп анау сылтауды айтуға болады. Басты проблема біздегі бүкіл банктердің ат төбеліне санаулы 6 адамның қолында тұрғаны. Европадан бізге де келгісі келеді, аз пайызбен ұсынғысы келеді халыққа кредит. Біз оларды жолатпаймыз. Бізде ашық, бәсекелестік жоқ, барлығы монополия. Себебі осы.